Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері армысыздар. Бүгін 20 маусым сенбі, тақырып тағы да Украина, Ресей соғысы хақында. Біз ой түрткінің өткен кезегінде Украинаның ұшқышсыз ұшақтары мен алыс қашықтыққа ұшатын зымырандары Мәскеудің түбіне соққы жасап, Мәскеудің аспанын қою түтін басқанын айтқан болатынбыз. Сарапшылар бұл осыған дейін Мәскеуге жасалған ең ауқымды шабуыл деп бағалап жатыр. Ресей қорғаныс министрлігі осы шабуыл кезінде бір тәуліктің ішінде 992 дронды, 4 қанатты зымыранды және 10 әуе бомбаны атып түсіргенін хабарлады. Осыдан кейін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров біз Украинаға жаппай соққы жасауды жалғастырамыз деп мәлімдесе, Украина президенті Зеленский оған дереу жауап қайтарып, егер Украина өртенетін болса, Мәскеу де өртенеді. Кешегі шабуыл Ресейдің Киев, Перческі, Лаурасы мен Киевке жасаған соққысына қайтарылған жауап болды. Егер Путин бұл соғысты аяқтағысы келмесе, біз де үнсіз отырмаймыз, жауап қайтарамыз. Жауап күшті әрі әділ болуы тиіс деді Зеленский. Ал кеше Украинаның сыртқы істер министрі Шойгу Путин Украинаға шабуылдаймын деп тарихи қателікке жол берді. Украина қазір жай ғана Ресей аумақтарын соққылап жатқан жоқ, өзінің қаруымен, өзі жасап шығарған қарулармен соққылап жатыр. Енді Ресей пропагандасына екі есе қиын. Олар өз өтіріктерін, өз нарративтерін Ресей қоғамына қалай өткіземіз деп сергелденге түсуде. Путин Украинаға шабуылдаймын деп тарихи қателік жасады. Енді ол бітімнен қашқан сайын, соғыстағы шығынын мойындаудан бас тартқан сайын өзінің жағдайын қиындата түседі. Путиннің бұл тығырықтан шығуына кез келген сәтте мүмкіндігі бар. Ол үшін өзінің басқыншы әскеріне бұйрық беріп соғысты тоқтатса болғаны. Ал олай етпесе, ай өткен сайын Кремльдің жағдайы қиындай түспек деп мәлімдеді. Жалпы Украина қарулы күштерінің Мәскеуге шабуылдауы бірінші рет емес. 2022 жылы Ресей Украинаға қарсы соғыс бастаған кезде Мәскеу тұрғындарының басым бөлігі соғыстың салдарын сезінбейтінін айтқан еді. Майдан даласы жүздеген шақырым қашықтықта болғандықтан Ресей астанасы қауіпсіз саналды. Алайда 3 жыл ішінде жағдай мүлде өзгерді. Украина алғашында символдық сипаттағы жекелеген шабуылдармен шектелсе, кейін Мәскеудің әскери, энергетикалық және әкімшілік инфрақұрылымын нысанаға алған жүйелі операцияларға көшті. Соның нәтижесінде Ресей астанасы алғаш рет соғыс қаупін тікелей сезіне бастады. Мәселен, 2023 жылдың 3 мамырында Украинаның 2 дроны Кремль аумағына жетіп, Сенат сарайының маңында жарылды. Ресей билігі бұл уақиғаны Путинге жасалған қастандық деп бағалады. Зардап шеккендер болмағанымен, бұл шабуылдың символдық мәні өте жоғары болды. Себебі алғаш рет Ресейдің саяси билігінің жүрегі саналатын Кремльдің өзі шабуыл нысанасына айналды. 2023 жылдың 30 мамырында Мәскеуге бағытталған ауқымды дрон шабуылы жасалды. Ресей билігінің мәліметінше кемінде 8 дрон Мәскеуге қарай ұшырылған, бірнеше тұрғын үй зақымдалып, терезелер сынған, адамдар эвакуацияланған. Бұл уақиға Мәскеу тұрғындары үшін психологиялық тұрғыдан маңызды кезең болды. Бұған дейін соғыс тек теледидардан көрсе, енді оның дыбысы Ресей астанасының өзінде естіле бастады. 2023 жылдың шілде-тамыз айларында Украина дрондары Мәскеудің ең танымал орталығы Мәскеу-Ситиге бірнеше мәрте соққы жасады. Ал 2023 жылдың екінші жартысынан бастап Мәскеудің негізгі әуежайлары бірнеше рет жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. 2024 жылдың 10 қарашасында Мәскеуге бағытталған ең ауқымды шабуылдардың бірі жасалды. Ресей қорғаныс министрлігі Астана маңында 34 Украин дронын атып түсіргенін хабарлады. 3 ірі әуежай уақытша жабылып, кемінде 1 адам жарақат алды. Сарапшылар бұл шабуылды Мәскеуге жасалған ең ауқымды шабуыл деп бағалаған еді. 2025 жылы Украина Мәскеуге және Ресейдің ішкі аймақтарына бағытталған соққылардың қарқынын едәуір арттырды.
Ашық деректер бойынша кейбір операцияларда 300-ден астам дрон пайдаланылған. Нысаналар қатарында әскери қоймалар, мұнай базалары, әскери өнеркәсіптік кәсіпорындар және энергетикалық инфрақұрылым болды. Сарапшылар бұл кезеңде Украинаның стратегиясы өзгергенін атап өтті. Ал 2026 жылдың 18 маусымында Украина Мәскеуге қарсы ең ірі әскери операцияның бірін жүзеге асырды. Әрине, 4 жылдан бергі соғыста Мәскеуге жасалған ең ауқымды соққы ол алдыңғы күнгі, яғни 2026 жылғы 18 маусымда жасалған соққы болды. Негізгі нысана Мәскеудің Капотня ауданындағы мұнай өңдеу зауыты болды. Бұл кәсіпорын Мәскеудің бензин қажеттілігінің шамамен 40%-ын және дизель отынының жартысына жуығын қамтамасыз етеді екен. Шабуыл салдарынан бірнеше технологиялық қондырғы зақымданып, алапат өрт шықты. Кемінде 17 адам жарақат алғаны хабарланды. Мәскеудің өзге де нысандары отқа оранды, қаланың бір бөлігін қара түтін басты. Бұл шабуыл Украина дрондарының Ресейдің көп қабатты әуе қорғаныс жүйесін айналып өте алатынын көрсетті. Сарапшылар оны Мәскеуге жасалған ең маңызды соққылардың бірі деп бағалауда. Жалпы Украинаның Мәскеуге шабуыл жасау арқылы бірнеше мақсатты көздеп отырғаны айдан анық. Біріншіден, Ресей қоғамына соғыстың салдарын сезіндіру, екіншіден мұнай өңдеу зауыттары мен әскери кәсіпорындарға соққы беру арқылы Ресейдің әлеуетін әлсірету, үшіншіден Мәскеудің әуе қорғаныс жүйесін үнемі қысым ұстап, Ресейді қымбат ресурстарын ішкі қорғанысқа жұмсауға мәжбүрлеу. Мамандар алдағы уақытта Украинаның шабуылдарды тіпті де ауқымды етуі ықтимал деп болжайды. Киев алыс қашықтыққа соққы жасайтын дрондарды дамытуда, сонымен бірге баллистикалық зымырандарды жасау, сатып алу көлемінде арттырып жатыр. Бұл сөзсіз Мәскеуге жасалатын шабуылдар қарқынын арттыра түспек. Әрине, Мәскеумен қатар Украина қарулы күштері 18-19 маусым күндері басып алынған аймақтарға, соның ішінде Қырым, Донбасс, Херсон және Запорожьедегі Ресейдің әуе қорғаныс жүйелеріне, газ қоймаларына, жанармай тасушы көліктеріне, электр станцияларына және басқа нысандарға соққы жасағанын мәлімдеді. Сонымен қатар Украина Қырымды ұшқышсыз ұшақтармен толассыз соққы астына алып жатыр. Соның салдарынан әуежайлар, темір жол станциялары маңында, мұнай қоймаларында жарылыс дауыстары естілуде деп жазады Ресейдің арналары. Жалпы қазір соғыстың басымдылығы Украинаға өте бастады деген ақпаратта тарап жатыр. Өйткені Украинаның алыс қашықтыққа ұшатын ұшқышсыз ұшақтарды көптеп өндіре бастауы, әскери өнеркәсіпте алға ілгерілеуі қазір шынымен де Мәскеудің мазасын алып отыр. Оның үстіне қазір Еуропа елдері де Украинаға берілетін көмекті үдете түсті. Мәселен, Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Еуроодақ Ресейге қарсы салынған санкцияларды алғаш рет 1 жылға созған. Бұған дейін Еуроодақ 6 ай сайын санкцияларды ұзартып келген еді. 1 жылға созу үшін Еуроодақтың 27 мүшесі бір ауыздан қолдау білдіруі қажет еді. Бірақ оған Орбан қарсылық танытатын, оны Словакия қолдайтын еді. Бұл жолы Еуроодақ елдері бір ауыздан шешім қабылдаған. Ал кеше политика басылымы Германия Украинадан Фламинго және Барыс зымыран дрондарын сатып алуды ойластыруда, ақш Томахаук зымырандарын жеткізуден бас тартса немесе мерзімін кешіктірсе, Берлин Украинаның қаруын сатып алуы ықтимал. Өйткені Украин қаруларының құны арзан. Оны сатып алғаннан кейін Германияның өз компаниялары оған өзгерістер енгізіп, тіпті де қуатын жетілдіре түсуді көздеп отыр. Тағы бір маңызды жаңалық, Рейтер агенттігінің хабарлауына қарағанда, Ұлыбритания Украинаға 150 мың дрон бермек. Сонымен бірге зымырандарды да жөнелтуді ойластырып отыр. Ал Германия Украинаға $400 миллион әскери көмек бөлді. Кеше Бельгия жақын аралықта Украинаға 7 дана F-16 ұшағын беретінін хабарлады. Оның 4-еуі бөлшектер үшін берілсе, қалған 3-еуі ұрыс қимылдарын жүргізу үшін беріледі. Жалпы Бельгия болашақта өзінде бар барлық F-16 жойғыш ұшақтарын Украинаға беруді ойластыруда. Өздері F-35
ұшақтарына тапсырыс берген. Сол ұшақтар келіп жеткенде өзіндегі барлық F-16 жойғыш ұшақтарын Киевке жеткіземіз дейді Бельгия билігі. Қазір Украина мен Беларусь арасындағы даудамайда ушығып тұр. Өйткені Лукашенко 2022 жылы соғыс басталған кезде бұл соғыс 3-4 күнге ғана созылады. Ол жақта бізге қарсы соғысатын ешкім болмайды деп мәлімдесе, 2026 жылы Құдай сақтасын соғыс басталып кетсе, біз жанкешті боламыз. Жанкешті болуымыз әбден мүмкін. Украина Ресей қақтығысынан біз осыны көріп отырмыз деп мәлімдеп, Украина елінен кешірім сұрағанда болатын. Ал кеше Зеленский осыған қатысты мәлімдеме жасап, мен Лукашенконың сөзіне ренжімеймін. Бірақ Беларусьтың Украинамен шекаралас аумағында арнайы техникалар тұр. Олар Украинаға қарсы жасалатын ресейлік шабуылдарды бағыттауда. Мен оларға бір апта уақыт беремін. Не ол техниканы әкетсін, не өшірсін. Болмаса оны біз өшіреміз деді. Сонымен қатар Беларусьтың мұнай өңдеу өнеркәсібі Ресей армиясы үшін жанармай жеткізетін негізгі көздердің бірі болып тұр. Мен Лукашенконың мұны тоқтата алатынына сенімдімін деп көрші ел басшысына қыр көрсете сөйледі Зеленский. Қысқасы, қазір Украинаның алыс қашықтыққа соққы беру қуаты артқан сайын Ресей ұзынсызса жүріп, қысқасызса тұратын Беларусь елінің де мазасы кете бастады. Қазір айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз аздан кейін Иран мен ақш арасындағы келіссөз туралы айтатын боламыз.